Волейболдан ел кубогының ерлер арасындағы дайындық турнирі Тараздан бастау алды. Мақсат республикалық ойында командалардың дайындық деңгейін шыңдау. Алдымен ашылу салтанаты ресми түрде өтіп, қатысушы командалар таныстырылды. Жиында спорт басқармасы қатысушыларға сәттілік тілеп, ойынға арнайы келген төрешілер өз жұмысын бастап та кетті. Мына айтқан предварительный жарыс болып жатыр Қазақстан кубогы үшін. Екі күшті команда финалға шығады. Бұяқтан жоғары ұлттық лигінің командалары 6 команда, бұяқтан 2 команда шығып, 8 команда Қазақстанның кубогына күреске түседі. Бұл ойын ережесіне сай әр командада 12 спортшы болуы тиіс. Еліміздің әр өңірінен жиналған 120 қатысушы өз дайындықтарын алғашқы минуттардан ақ көрсетіп, ойын кезеңдері тартысты өте бастады. Маңғыстаудан келдік, жарысқа дайындығымыз өте жоғары. Жеңіске жетеміз деген үміттеміз. Кубок сарапқа салынатын бұл сында Жамбыл жерінен қос құрама сайысқа түсті. Бірі кіші құрама болса, бірі ұлттық құрамада өнер көрсетеді. Айта кетейік, волейбол ойындары Тараз Арена спорт кешенінде 8 қыркүйекке дейін жалғасады. Жансұлу Дүйсенәлі, Арман Сабыр, 7/7 News.